Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін гемоглобин, адамның гемоглобині мен миоглобиннің құрылысы мен қызметімен танысамыз. Алдарыңда не сурет көріп тұрсыңдар? Бұл бізде екі гемопротеид көріп тұрсыңдар. Гемопротеид дегеніміз нәруыздың гемі бар. Нәруыздар ол гемопротеидтер деп аталған. Гемопротеидтерге жататын ол гемоглобин, миоглобин және цитохром жататын, естеріңде болса. Ендеше біз осы гемоглобиннің құрылысын талдайық. Бірінші, гемоглобин дегеніміз не? Ол адамның эритроциттерінде еріген күйде болатын нәруыз. Осыны біз гемоглобин деп атаймыз. Сонымен, мұна бірінші көріп тұрғандарың бұл гемоглобин. Гемоглобин. Қайда болады? Эритроциттерде болады. Эритроциттерде еріген күйде болады. Еріген күйде кездеседі. Еріген күйде кездеседі. Гемоглобин. Мынау суреті тұр. Гемоглобин 4 суббірліктен тұрады. Немесе олардың 4 полипептидтік тізбегі болады. Қараңдар, мұнау бірінші суббірлік, мұнау екінші суббірлік, мұнау үшінші суббірлік, мұнау төртінші суббірлік. Қанша суббірліктен тұрады екен балар? 4 суббірліктен тұрады. Енді мұнау бұл суббірліктер нәруызды бөлік деп атайық, нәруызды. Ал мұнау қызылмен белгіленген бұл гем. Гем ол нәруызды емес бөлік. Нәруызды емес. Сонда гемоглобин 4 суббірліктен тұрады. Ол эритроциттерде еріген күйде болады. Бұның қызметі газдарды тасымалдау. Газдарды қызметі қандай болды балар? Газдарды тасымалдау. Және гемоглобин бірнеше типті болады. Бірнеше типі болады. Қазір біз оны сабақтың барысында олармен танысамыз. Бірнеше типті болады. Гемоглобинде темір тотықсызданған күйде кездеседі балар. Осыны естеріңнен шығармаңдар. Ал енді біз осы гемоглобинді арғарай тағы да жазайықшы. Гемоглобин. Сонда біз неден тұрады дедік? Гемнен тұрады дедік. Бұл гем дегеніміз не? Гем дегеніміз ол белсенді простетикалық топ. Белсенді. Ал глобинше, глобин дегеніміз ол қандай нәрсе? Бұл геннің нәруыз тасымалдаушысы. Тасымалдаушысы. Сонда гемоглобин бұл гемопротеин, былайша айтқанда, гем белсенді простетикалық бөлігі тобы болып табылады, ал глобин ол гемнің нәруыз тасымалдаушысы. Енді, егерде гемоглобин оттекпен қосылғанда, оксигемоглобин түзіледі. Балар, оксигемоглобин. Егерде оксигемоглобин дедік, ол неге қосылды? Оттекпен қосылған гемоглобин, оксигемоглобин. Егерде оттегін беріп жерген гемоглобинді біз тотықсызданған немесе редукцияланған гем деп атаймыз. Енді мен бағана айттым, бірнеше типі болады дедім, е? Бұл гемоглобиннің бірнеше типін жазып көрсетейік. Гемоглобиннің типтері. Бұлар қазір
Бұлар үш типті болады балар. Олар қандай? Бірінші типті көріп тұрмыз, бұл HbA деп аталады. HbA бұл ересек адамның қанында болады. Ересек адамда. Бұл гемоглобиндер бір-бірінен қалай ерекшеленеді? Ол оттектің тартылуына, оның құрамына байланысты осылай үш типке бөлінеді. Ал енді HbF бұл мынау HbF бұл 9 апталық ұрықта. 9 апталық ұрықта. Ал HbP бұл болады 7-12 апталық ұрықта. Міне балар, гемоглобиннің сонда қанша типі болады екен? 3 типі бар. HbA ересек адамда, HbP ол 7-12 апталық ұрықта, HbF бұлар 9 апталық ұрықта. Сондықтан біз айтамыз, гемоглобиннің бірнеше типі болады дейміз. Сонда гемоглобиннің жалпы қызметі ол оттекті тасымалдау, газдарды тасымалдау. Қайда болады? Эритроциттерде болады. Қанша суббірлік? 4 суббірліктен тұрады. Ал енді балар, мынандай нәрсені ойланып көрдіңдер ме? Біз сүтқоректілер класына жатамыз адам, иә? Біз судың астында ұзақ шыдай алмаймыз. Ал теңіз мысықтары, морждар, немесе киттер, бұлар сүтқоректілер, бірақ олар судың астында көп ұзақ тіршілік ете алады ғой. Не себепті? Соны білу үшін біз миоглобиннің құрылысымен танысайық. Енді миоглобинге қараңдар. Мынау тұрған сурет миоглобин. Бұлардың ұқсастықтары, бұлар екеуі де гемопротеин. Неге? Себебі олардың құрамында ген болады. Сонда міне, олардың құрамында ген бар. Қараңдаршы, мынау гемоглобин 4 суббірліктен тұрса, миоглобин 1 суббірліктен тұрады. Ал миоглобиннің тағы ерекшелігі бір-ақ типті болады. Бір типті. Ал мына жерде қанша? Бірнеше типті. Бағанағы HbA деген сияқты. Сонда бұлар қанша? Бір типті болады. Міне айырмашылығы осы. Енді тағы миоглобин не істейді? Бұл қандай нәруыз? Миоглобин балар. Бұлар қанқа бұлшықеттермен жүрек бұлшықеттеріндегі еттерін оттекпен байланыстырады. Қанқа бұлшықеттермен жүрек бұлшықеттерін оттекпен байланыстырады. Сондықтан олар гемоглобиннен осылай ажыратылады. Бағанағы теңіздің астында тіршілік ететін, судың астында тіршілік ететін, судың астында ұзақ шыдайтын сүтқоректілерде, бұлшықеттерінде миоглобин қорға жиналған. Сондықтан олар ұзақ уақыт судың астында тіршілік ете алады. Енді миоглобиннің нәруызды бөлігін апомиоглобин деп атайды. Нәруызды бөлігін не деп атайды екен балар? Апомиоглобин. Сонымен қанқа бұлшықеттер жүрек бұлшықеттерін оттекпен байланыстыратын нәруызды не деп атайды екенбіз? Миоглобин деп атайды екенбіз. Міне балар, бүгін біз гемоглобин, миоглобинмен таныстық. Олардың қанша суббірліктен тұратын, олардың құрамы, қызметі қандай болатынымен бүгінгі сабақта зерделедік. Сонымен бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.